Олай болса, қымбатты телекөрермен, бүгінгі бағдарлама қонағымызбен таныс болсақ. Кенже Ағатаева, нөмір 282 мектеп лицейінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі. Кенже ханым, біздің бағдарлама қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы, керемет. Жақсы, енді осындай керемет, көтеріңкі көңіл күймен алғашқы сауалымызға көшсек, жалпы бүгінгі бағдарламаға өзіңіздің түрлі бұйымдарыңызға келген екенсіз. Таныстыра аласыз ба? Иә, бұл мынау біздің моншақтан жасалған не дейміз ғой? Сәндік есебінде ұсталатын кішкентай косметический сумкалар. Бұлардың барлығы осы моншақпен әр несін санап отырып тоқып жасаймыз. Көбіне қазіргі жастар осы сөмкені неге ұстауға нелері сұраныстары көп. Қазіргі жастар бұл сумкаларды көбіне заказбен тоқып сатып жатырмыз. Өте керемет. Жалпы бізде бүгін студиямызға әдемі картинкалар келген екенсіз. Жалпы бұл картинкалардың жасалу жолы әртүрлі екен. Киізден, жүннен, жіптен жасалғандар бар екен. Иә, бұл бұрын киіз басу өнері болған ғой. Киіз басу өнерін біз ыстық сумен басып, ыстық су арқылы текеметтер басатынбыз. Ал қазіргі таңда бұл панно картиналарды құрғақ жүнмен жасап жатырмыз. Яғни инемен шаншу арқылы мынау сол әр байқауға арнап дайындаған жүннен жасалған нелеріміз, картиналарымыз. Сонымен қатар кестемен де осындай картиналар жасаймыз. Өте керемет. Бисермен де жасаймыз. Жалпы сабақ барысында қандай ұлттық қол өнер бұйымдарын қолданасыздар? Жиі сабақта. Ұлттық қол өнер бұйымы, Түрлері үйретіледі, яғни. Жалпы біз сабақ барысында оқушыларға ұлттық қолөнер бұл ата бабамыздан қалған үлкен мұра. Сондықтан да біз әр сабақта ұлттық құндылық өнерін кеңінен насихаттаймыз және оны қыр-сырымен толығымен түсіндіреміз. Ұлттық қолөнер бұл ата баба қазынасы деп айтуға болады. Ата баба дәстүрінен келе жатқан. Сонымен қатар әрбір қолөнер бұйымның өзіндік ерекшелігі, өзіндік тарихы бар. Біз сабақта көбіне балаларға кесте тігу өнерін қолданамыз, тоқыма тоқу өнерін қолданамыз, зергерлік өнерін қолданамыз, құрақ құрау өнері бар, ағаш ойу өнері бар. Осы өнерлерді сабақ барысында оқушылар толығымен үйренеді. Өте жақсы, Кенже ханым. Жалпы қазіргі таңда технология дамыған, осы қол өнермен технологияны қалай ұштастырасыздар? Қазіргі таңда енді біз көбінде өзіміздің осы қазақи ұлттық нақыш дәстүрін қай кезде бірінші орында сақтап қаламыз. Бірақ заман қазір жаңа технология дамыған сайын біз әр сабағымызды осы заманауи технологиямен бағыттап жасаймыз, яғни ұштастыра отырамыз. Бұрындары осы заманауи технологияға дейін ою-өрнектің өзін біз қолмен салып үйрететін болсақ, оқушыларға үйренсек, қазіргі таңда компьютерлік бағдарламалар арқылы ою-өрнекті жасап көреді және бұл оқушылардың шығармашылығын дамытады, сонымен қатар жұмысын жеңілдетеді. Жалпы бұл жаңа технология сонымен қатар балалардың шығармашылығын дамытып қана қоймай, өздерінің әрбір жасаған бұйымдарын, қолөнер бұйымдары болсын, әлеуметтік желілер арқылы, онлайн платформалар арқылы таныстыра алады, шығара алады жарыққа, көрсете алады деген сияқты. Жалпы біз әрбір сабағымызда бұл өзіміздің ұлттық қолөнер дәстүрін жаңа бағытта, осы жаңа технологиямен қоса дамытып отырмыз. Енді оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін сіздер қандай технологияны қолданасыздар? Немесе техникалық әдісті қолданасыздар? Әдістер, иә. Біз сабақта жалпы балалардың қызығушылығын арттыру бұл біздің басты мақсаттарымыздың бірі. Әр сабақ сайын түрлі дәстүрлі әдістерді көбірек қолданамын. Және де ең бірінші сабақ кезінде мен оқулық жоспарлау әдісін қолданам. Бұл әдістің пайдасы оқушыларға өз бетінше эскиз жасауды беремін, еркін шығармашылыққа үйретемін.
Бұл арқылы оқушылар өздерінің идеяларын мен әртүрлі эскиздерді дайындап шығады. Және жаңағы сол дайындаған эскизді бұйымын жасап шығаруға дейін жетілдіре алады. Сонымен қатар саралап оқыту әдісін қолданам. Бұл саралап оқыту әдісінде әр оқушының қабілетіне қарай тапсырмалар беремін. Бұл әдіс арқылы оқушылар өздері жаңағы түрлі идеяларды ойлап тауып, шығармашылықтарын әрі қарай дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар жаңағы миға шабуыл, топтық жұмыс, жұптық жұмыс деген сияқты әдістер қолданамыз. Бұл әдістер арқылы оқушылар бір-бірінің идеяларын бөліседі, бір-біріне жаңа ой салады. Сол жердегі жасайтын жұмыстарын ортақ жасай алады. Сонымен қатар практикалық жұмыстар беріледі. Ол практикалық жұмысты көбіне мен таңдауды өздеріне саламын, балалардың, оқушылардың. Олар композицияны өздері таңдайды, түрді өздері таңдайды, материалды өздері таңдайды. Сол арқылы олар еркін шығармашылықты пайдаланып, өздері әртүрлі қолөнер бұйымын жасауға талпынып шығады. Енді сабақ барысында ең жиі қолданатын материал түрлері? Бізде енді жалпы бұл материал түрін біз әр сабақтың өзінің тақырыбына, әр жас ерекшелігіне қарай қолданамыз. Көбінде негізі сабақта біз картонмен, қағазбен, фломастермен, әртүрлі бояу дейді ғой, акрил, гуаш дегенді. Сонымен қатар матаны, сазбен жұмыс, осы материалдарды көбірек қолданамыз. Және бұл материалдарды әрі қарай өңдеп шығу үшін арнайы жаңағы қайшы, жаңағы өшіргіш, сызғыш деген құралдар міндетті түрде бірге жүреді. Оқушылардың еңбектерін бағалау үшін қандай да бір көрме ұйымдастырасыздар ма? Әрине, біз әр сынып бойынша 4 бөлім, әр 5-ші сынып бойынша 4 бөлім бойынша оқып шығамыз. 1-ші, 2-ші тоқсан, 3-ші, 4-ші тоқсан. Мысалға, 3-ші тоқсанда дизайн және технология білімі бойынша сабақ неғылатын болсақ, өткізетін болсақ, сол бөлім бойынша оқушылар 90 соңында жасаған бұйымдарынан мектепшілік көрме ұйымдастырамыз. Ол көрмені біз сабақтың басында таныстырып өтеміз. Сабақ соңында әр оқушы жасаған бұйымы соңында көрме ұйымдастырылатын барлығы біледі. Сол себепте сол 90 бойынша сол бұйымды аяқтап көрмеге шығарамыз. Және өздері сол көрмеде жасаған бұйымдарын таныстырады, қорғайды. Егер де ол жақсы қолөнер бұйымы болса, қалалық үлкен байқауларға қатыстырамыз. Керемет. Байқау демеші, күні кеше сіздің мектептеріңізде Алтын қазына атты республикалық байқау өтті. Жалпы оқушыларыңыз қандай бұйымды таныстырды? Қандай бұйымдарды әділқазыларға ұсынды? Біз ол да Алтын қазынада өзі бағыт бойынша беріледі. Біздің мектебіміздің оқушылары қағазбен жұмыс жасау бөлімімен қатысты, және киіз басу, жүн, қолөнер түрімен қатысты. Бұл жерде оқушылар өздері қағаздан, айттық қой, әр сабақта қандай материал, көбіне қағазбен жұмыс қолда бар материалға жатады, қағаз, картон дегендер. Сол сияқты қағазбен жасаған бұйымдармен қатысты әртүрлі картиналар жасады, квейлинг, оригами деген сияқты, папье-маше деген бар. Сол бойынша қатысып, кеше біздің мектеп оқушылары қағазбен жұмыстан 1-ші орын алып, облыстық кезеңге өтті. Жүнмен жұмыстармен 2-ші орын алдық. Өте жақсы. Енді алдағы уақытта өзіңіз қолөнер адамы ретінде тағы қандай бұйым жасауды үйренгіңіз келеді? Жалпы адамның несі үйренген сайын, білген сайын білгісі келе береді дейді ғой. Енді бұл біздің жасап отқан қолөнер бұйымыз қазіргі таңда барлығына танымал. Жалғыз біздің мектеп, біздің оқушы, мен ғана жасамай, бұл қолөнер түрін барлық мектептерде, барлық көркем еңбек пәнінің мұғалімдері жасайды. Енді біздерде әр неде
қолөнер байқаулары көп ұйымдастырылады ғой. Соған енді жаңашыл бағытта, жаңашыл идеямен жұмыс жасағымыз келеді. Қазір енді IT дамыған, түрлі ақпараттық жүйе бар, оның ішінде жасанды интеллект бар. Жалпы осы жасанды интеллектпен қолөнерді ұштастыра аласыздар ма? Әрине, бұл жасанды интеллект, цифрлық құралдар дейміз ғой. Бұл көркем еңбек пәнінің жұмысын жеңілдетеді. Дизайн стилін жасауға, музыка, ән, сурет сияқты жаңағы бізге қажетті жұмыстарды жеңілдетіп жасап береді. Және оған оқушылардың қызығушылығы арта түседі, сонымен қатар шығармашылығын дамытады. Өте керемет. Кенже ханым, біздің сұхбатымыз аяқталды. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтқым келеді. Осылай түрлі ой саусағыңыздан түрлі бұйымдар шыға берсін. Құрметті көрермен, келесі кезекті бейнебаянға береміз.